Бейсенбин қазақстандық актер, продюсер, режиссер және сценарист. Оның шығармашылық жолы қазақстандық кино индустрияның дамуына елеулі үлес қосты. Мұрат Бейсенбин 1976 жылы 13 қыркүйекте дүниеге келген. Ол Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының актерлік шеберлікті меңгерді. Оның өнерге деген қызығушылығы жастайынан басталды және ол кино мен театр сахнасында өз талантын көрсетіп, тез арада танымал болды. Оның шығармашылық жолы. Мұрат Бейсенбин ол актер, режиссер және продюсер түрлі жобаларда жұмыс істеді. Мұрат Бейсенбин көптеген танымал қазақстандық фильмдерде және сериалдарда ойнады. Оның актер ретінде табысты жұмыстарының бірі «Брат или брак» фильмі. Онда ол басты рөлдердің бірін сомдады. Бұл комедия көрермендер арасында кең танымал болды. Продюсерлік жұмысы. Мұрат тек актер ретінде ғана емес, продюсер ретінде де табысты болды. Ол «Бизнес по-казахски» және «Әке» сияқты жобалардың продюсері болды. Бұл фильмдер қазақстандық комедия жанрының маңызды туындыларына айналды. Режиссер ретінде де бірнеше жобалары бар. Олардың арасында қысқа метражды және толық метражды фильмдер де бар. Мұрат Бейсенбин қазақ киносының дамуына үлкен үлес қосып, түрлі жанрда жұмыс жасап келеді. Актерлік мансабы және дамуы. Мұрат Бейсенбин кино әлемінде 2000 жылдардың басында танылды. Оның актерлік қабілеті ерекше табиғилығымен, эмоцияларын шынайы жеткізуімен көрермендерді баурап алды. Бейсенбиннің ойнау мәнері түрлі жанрларда жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Ол драмалық рөлдермен қатар комедиялық кейіпкерлерді де шебер сомдады. Оның қатысуымен түсірілген фильмдер Қазақстандағы көрермендер арасында үлкен сұранысқа ие болып, Бейсенбиннің өнері ұлттық деңгейде ғана емес, халықаралық аренада да танылды. «Әке» 2002 жылы түсірген бұл фильм қазақ қоғамындағы отбасы құндылықтарын, әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты шынайы әрі сезімтал түрде жеткізеді. «Астана махаббаты» 2010 жылы түсірілген жас адамдар арасында махаббат пен қиындықтарды бейнелейтін романтикалық драма. «Бизнес по-казахски» бұл франшиза қазақстандық комедия жанрында жаңа серпін берді. Және де Мұрат Бейсенбиннің жеке өмірі көпшілікке құпия болып келеді. Ол отбасы мен жеке өмірі туралы көп ақпарат таратпайды, бірақ шығармашылығы мен кәсіби жетістіктеріне үлкен көңіл бөледі. Бейсенбин өзінің өнерге деген адалдығы мен жауапкершілігі арқылы көпшіліктің құрметіне ие болған актер.